Ассалаумалейкум, АТВ телеканалының әзиз ықыласпенділері, қадірлі тамаша көйлер. Мінекей әзизлер, Нөкіс қаласы бас имамы Разов Бахрамадин ұстаз бенен баслаған насият көрсетуі және эфирде. Ассалаумалейкум, ұстаз. Алейкум. Ұстаз, мінекей елімізге Рамазан айы кіріп келіп отырыпты. Осы Рамазан айында бізге парыз етілген 5 парыздың біреуі болған ораза ибадаты бар. Мінекей елімізде осы ораза хақында түсінігі аз да болса бар инсанлар бар, және де ораза қайтып тұту керек екенін білмейтін инсанлар да бар. Келің, қазір сол ораза тұту тәртіптелерін айтып өтсеңіз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Аллах табараку таалаға хамду саналар, пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссаламға салауаты саламлар болсын. Алхамдулиллах, міне жұртымызға да Рамазан айы кіріп келді. Халқымыз алхамдулиллах осы Рамазан айында ораза тұтулықты бастап жіберді. Әлбетте Рамазан айының жүдә көп фазилетлері хадис шарифлерде, Аллах табараку тааланың аятларында баян қылынған. Міне осы Рамазан айының ең үлкен фазилетін асыратығын нәрсе бұл айда Аллах Таала бенделеріне оразаны фарыз қылғаны болып есептелінеді. Ораза бұл араб тілінде саум деген сөзден алынған. Саум дегені сөзлікте адам өзін бір нәрседен тиіп тұрулыққа саум деп айтылады. Енді шариатымызда ораза деген, яғни саум дегені таң атқаннан бастап күн батаман дегенше ниетпенен жеулік, ішулік һәмде жинси қатынастан инсан өзін тиіп тұрулыққа демек ораза тұтулық деп айтылынады екен. Енді оразаның өзіне жараса бірнеше шартлары бар. Ең бірінші шарты бұл ораза лазым болулық шарты. Яғни қайсы адамларға ораза тұтулығы шарт болады, яғни лазым болады десе, бірінші мұсылман болулығы, һәмде ақыллы болулығы, һәмде балағатқа жеткен болулығы, һәмде оразаның фарыз екенлігін білулігі керек. Міне осы шартлер тауылған адамлар демек ораза тұтулығы мойнында фарыз болады екен. Сондай-ақ ораза бежерулік үшін шартлер бар. Бірінші нәубетте хаял адамлар хайыз нефастан аулақ болулығы, сондай-ақ ораза тұтатын адам кеселліктен аулақ болулығы, һәмде мүсәпір, яғни сапарда болмаған мұқим адам болулығы керек болады. Және оразаның туры болулығы үшін шартлер бар. Бұлар бірінші ниет, екіншісі хаял адамлар хайыз нефастан аулақ болулығы, һәмде оразаны бұзатуын нәрселерден ұзақ болулық. Бұл оразаның дұрыс болулығы үшін қойылған шартлер болады екен. Демек, міне осы шартлерге назар тастайтын болсақ, ораза тұтатын адам ниетпенен күнін бастаулығы керек. Яғни со таң атпастан алдын сәхәрлік қылғаннан кейін бүгінгі Рамазан айының оразасын таң атқаннан күн батқанға дейін тұтулықты ниет еттім деп, Аллахтың разылығын, халыс Аллахтың разылығын ниет еттім деп, ниетті бастаулығы керек болады. Демек, ниетсіз, құры аш болып, яки жаңағы ішетуғын нәрселерден өзін тиіп жүруменен бұл ораза дұрыс болмайды екен. Енді, ұстаз, қазіргі уақытта ораза тек қана сол ауқаттан, тағамнан, яғни жоғарыда айтып өткеніңіздей жынси қатынаслардан тыйылу деп түсінеді. Негізінде оразада сондай ғибаттан және сондай басқа да күнах істерден аулақ болу назарда тұтылған меніңше. Әлбетте, ораза тұтқан адам тек қана жеу ішуден емес, бәлкім ораза тұтқан адамның бәрше ағзалары ораза тұтулығы керекті бұламаларымыз айтады. Мәселен, ораза тұтқан адамның көзі харамға қарамаса, демек оның көзі ораза тұтқан болады. Егер қолыменен күнә істемесе, оның қолы ораза тұтқан болады. Аяғыменен күнә болатығын жерге бармаса, демек оның аяғы ораза тұтқан болады. Яки Алла харам қылған, қайтарған нәрсені естпесе, оның құлағы ораза тұтқан болады деп айтады. Соның үшін уламаларымыз
демек тілді ғибатқа ұқсаған, өсекке ұқсаған дінімізде қайтарылған күнә істерден тию менен біргелікті инсан жоғарыда айтып өткеніміздей жеу ішу менен соған ұқсаған оразаны бұзатуған нәрселерден тыйылатуған болса, ол хақиқи мәніде һәм мәнәуи һәм де мадди тәріптен демек ораза тұтқан инсанға айланатуған екен. Міне осыған байланысты пайғамбарымыз алейхиссаламның бір хадисі бар. Кім жалған гуалық берулік, һәм оған әмел етулікті, һәм наданлықты тәрк етпесе, оның аш болып, шөллеп жүрулігінде Аллах тәбәрәка тағалаға ешқандай мұқтаждық жоқ деп мархамат қылады. Міне осы хадис шәріптен ораза тұтқан адам тек қана аш яки шөл болып жүріп, бірақ басқа күнәлардан тыйылмайтын болса, бұның ешқандай оразасы Аллах тәбәрәка тағаланың алдында қадірі жоқ болған нәрсе болатындығын біз білсек болады. Себебі пайғамбарымыз алейхиссалам демек ол шөл яки аш болып жүргенлігі ол Аллах тәбәрәка тағалаға ешқандай бұл нәрсенің мұқтаждығы жоқ екенлігін айтпақта. Демек ораза тұтқан адам бүткіл ағзасы менен біргелікте ораза тұтып күнәлардан тыйылуға әрекет етулігі керек болады екен. Ұстаз, енді келін осы ораза айының, ораза ибадатының фазилетлері хақында да айтып өтсеңіз. Ораза ибадатының инсанлар үшін әр тарапынан жүзі көп пайдалары бар. Олардың бірінші нәубетте тақуасының асуына себеп болады. Сонымен біргелікте пайғамбар алейхиссаламның хадислерінде келеді. Жәннетте Райян деген бір есік бар. Бұл есіктен тек қана ораза тұтқандар кіреді, олар менен басқа ешкім кірмейді. Ораза тұтқандар қане деп айтылады, һәм сол есіктен ораза тұтқандар кіреді. Ең ақырғысы кіргеннен кейін сол есік жауылады, ораза тұтқандардан басқа ешкім ол есіктен кірмейді деп пайғамбарымыз алейхиссалам хадис шәрифте мархамат қылады. Міне осы хадис шәрифтен біз оразаның фазилеті, ораза тұтқан адамның басқа адамдарға қарағанда Аллах тағаланың алдында хүрметі, дәрежесі бәлендей екенлігін біз білсек болады. Өзі жәннетке кірулік үлкен бір инсан үшін бақыт болып есептелінеді. Бірақ арнаулы есіктен кірулік бұл тек ораза тұтқан адамдар үшін несіп етеді екен. Қала берсе, пайғамбарымыз алейхиссаламның хадислерінде келеді, ораза тұтқан адам үшін екі қуаныш бар. Біреуі ауыз ашқан уақыттағы қуаныш, екіншісі Аллах тағалаға жолыққан уақыттағы қуаныш деп айтылады. Яғни демек күні менен өзін ішкіліктен, әр түрлі тағамлардан тиіп жүрген адам аш болып, шөллеп, сол ауыз ашатуын уақытта, дастарханға отырған уақытта, демек ол қуанып, ифтарлық қылып ауыз ашатуын болса, екіншісі бұл Аллах тағаланың алдына барған уақытта Аллах тағала сондай бір көз көрмеген, құлақ естпеген, сол дәрежеде үлкен бір сыйлықлармен Аллах тағала ораза тұтқан адамды сыйлайтын екен. Сол уақытта ораза тұтқан адам қатты қуанатын екен. Хадислерде келеді, Аллах тәбәрәка тағала мархамат қылып айтады, инсанның қылған істері һәммесі өзі үшін, бірақ ораза тек мен үшін, оның сыйлығын өзім беремен деп мархамат қылады. Демек, міне осы хадисі құдсиға назар тастайтын болсақ, инсан бір адамнан сауға күтетуін болса, сыйлық күтетуін болса, сол сыйлық беретуін тәріпке қарап, сыйлықты үміт қылады. Мәселен, әдден тысқары өзіне тоқ, бір имканияты кең адам болатуын болса, демек ол мен оның айтқанын қылғандығы үшін маған үлкен сыйлық береді деп үміт қылады. Бірақ ораза тұтқан адам бүткіл әлемлердің Раббысы болған, һәмме нәрсе қолында болған ұлы Аллах Тағаладан сыйлықты күтіп отырып па, демек сыйлығын соған жараса болады. Тәке уламаларымыз айтады, жер жүзінде құмның даналарының санын білетұғын, яғни періштелер бар. Бірақ Аллах тәбәрәка тағала ораза тұтқан адамға беретұғын сауаптың санын олар білмейді деп айтады. Сол дәрежеде шексіз болған Аллах тәбәрәка тағала ораза тұтқан адамға сондай бір ұлы сауапларды Аллах тәбәрәка тағала беретұғын екен. Және пайғамбарымыз алейхиссаламның сахабалардан Абу Хумама разияллаху анху бір күні пайғамбар алейхиссаламға айтады: "Я Расулаллах, маған сондай бір істі көрсетің, мен сол іс себеплі жәннетке кірейін" дейді. Сонда пайғамбарымыз алейхиссалам айтқан екен:
сен оразаны өзіңе лазым тұт, себебі оған тең келетұғын ешқандай іс жоқ деген екен. Яғни демек бұл сахаба пайғамбар алейхиссаламнан маған сондай бір жұмысты, яғни сондай бір істейтұғын істі көрсетің, сол себебі мен жәннетке кірейін деп жатыр. Пайғамбар алейхиссалам не қыл деп жатырды? Өзіңе оразаны лазым тұт. Яғни сол ораза тұтып жүр, міне осы оразаға тең келетұғындай ұлы сауаплы іс жоқ деп пайғамбарымыз алейхиссалам оған сондай бір көрсетпе беріп жатыр. Міне осы хадистерден ораза тұтқан адамның дәрежесі, мәртебесі ұлы болатұғылығы, һәм де оған берілетұғын сауаплары міне соған жарасы болатұғылығын біз біліп алсақ болатұғын екен. Және пайғамбарымыз алейхиссалам хадистерінің бірінде мархамат қылып айтады, кім сауап үмітінде, сауап берілуіне ісенген халында иман менен Рамазан айының оразасын тұтса, алдыңғы күнәлары кешіріледі деп мархамат қылады. Демек, альхамдулиллах, міне осы біз күткен Рамазан айы келді. Міне осы айда Аллах Тағаладан сауап үмітінде ораза тұтатуын болсақ, Аллах Тағалаға ықылас қылған халда, Аллах Тағала міне осы хадистің негізінде айтуымыз мүмкін, сол ораза тұтатын адамлардың алдыңғы күнәларын кешіреді. Ұстаз, жоғарыда мінекей ораза ибадатының сауабы, Алла Тағала тарапынан уәде етілген сыйлықтары туралы айтып өттіңіз. Келің енді осы ораза ибадатының жеке адамның өзі үшін қандай пайдалар бар екенін айтып өтсеңіз. Әлбетте, жеке адам үшін оразаның жүдә көп пайдалары бар. Уламаларымыз міне осы оразаның инсанға беретұғын пайдалары хақында бірнешесін санап өтеді. Бірінші нәубетте бұл ораза Аллах Тағаланың ұлы ибадаты. Міне осы ибадат себеплі адам Аллах Тағала тарапынан жүдә көп сауапларға еріседі. Екіншісі, бұл ораза тәрбие мектебі болып есептелінеді. Адам ораза тұтумен біргелікте өзіне жүдә көп ұнамлы нәрселерді қабыл қылады. Һәм де өзіндегі айрым ұнамсыз нәрселерден осы ораза себеплі құтылады. Себебі жоғарыдан айтып өттік, ораза тұтқан адам тек қана жеу ішуден, яки шахваттан өзін тыю емес, бәлкім көзін, құлағының барша ағзаларын гүнәлардан тыюлыққа әрекет етулігі керек деп айттық. Демек, бір ай давамында жалған сөйлейтұғын адам болса, осы жалғаннан қорқып, ораза тұтқанлығы үшін тыйылатұғын болса, демек ол жалғансызлыққа үйренеді. Демек ол тура сөзділікке үйреніп қалады. Яки тілі бұзық, яғни көп сөгініп сөйлейтұғын адам болатұғын болса, мен ораза тұттым, маған бұл әдет енді жараспайды деп қолынан келгенше тілін сондай бұзық сөздерден тыйып барулыққа әрекет ететін болса, демек ол өзін не қылады, түзетулік жолына өткенлігі үшін Рамазан айы таусылғаннан кейін осыған әдетленеді. Демек, ораза сондай бір үлкен бір тәрбие мектебі екен, әлбетте инсан бұндан жүдә көп пайда алады. Және аманатқа қиянет етпеулік, берген уәдесінің үстінен шығулыққа осы ораза инсанды үндейді һәм соған әдетлендіреді. Бұған бір мысал айтатын болсақ, ораза тұтқан адам сәхәрлікті қылып болғаннан кейін бүгінгі күннің оразасын ниет еттім деп жеуден, ішуден өзін тыюлыққа әрекет етеме, адамлар көрсін, көрмесін, адамлар бар жер болсын, жоқ жер болсын, мен ораза тұтып жүрпейін деп тұрып, Аллах мені көріп тұрды деп, ол жеуден, ішуден өзін тыяды. Бұл демек аманатқа қиянет етпеулік керек екенлігі о инсанның табиғатында өз-өзінен пайда болады. Демек мен Аллах Тағалаға сондай сөз бердім, құяш батаман дегенше жеу ішуден, шахваттан өзімді тияман деп соған өзін үндейтұғын болса, соған тырысатұғын болса, демек ол тек қана Аллах Тағалаға емес, бәлкім адамларға да берген сөзінің үстінен шығулыққа не қылады, әдетленіп қалады. Және оразаның ең үлкен пайдаларының бірі инсанның денсаулығына жүдә көп пайдасы бар. Ixtiyari түрде, яғни өзі қалеп аш болулық инсанның денсаулығына жүдә көп пайдасы бар екен. Бұл нәрсені біз өзіміздің жұртымызда бүгінгі күнде ашлықпенен емлейтұғын әр түрлі кеселханалардың, яки сондай емлеу орынларының ашылғанлығынан біз білсек болады. Қара берсе, Россиялы ілімпазлар өзінің қалеуіменен аш болулықтың нәтижесінде рак кеселігінің дауалаулық мүмкін екенлігін дәлелдеп берген һәм бұл нәрсені исбатлап берген. Демек, ораза тұтқан адам
15-16 сағатлап күніменен аш жүреме, ол өзінің организміндегі керексіз болған май яки соған ұқсаған бір зиянлы затлардан тазалануға не болады оған екен, ораза бұған себеп болады оған екен. Және оразаның пайдаларының бірі бұл инсан өзінің хауаи нәпсіне қарсы күресулікке, қарсы шығулыққа да үйретеді. Себебі адам нәпс не нәрсені айтса, сол затты істеп жүре береді болмаса, бір күн келіп ол нәпсінің құлына айналып қалады. Демек, ораза тұтқан адам нәпсі су іш, яки шөлледің, яки аш болдың, ауқат же деп тұрып, нәпсі бұйырған менен ол не қылады? Нәпсіне қарсы күреседі. Мен оразаман, мен сенің айтқаныңды қылмайман деген мәніде, демек нәпсіне қарсы күресулікке не қылады оған екен, үйренеді. Бұның нәтижесінде басқа да күнә істерден тыйылулыққа да осы ораза инсанды сондай қылып тәрбиелейді оған екен. Және сол оразаның инсанға беретін үлкен пайдаларының бірі бұл ораза себеплі адам күнәларынан кешіріледі. Себебі Аллах тәбәрәка тағала мына Рамазан айын бенделердің күнәларын кешіретұғын ай қылып қойыпты. Демек ол Аллах тағаланың бұйырған бежері ораза тұтатуын болса, әлбетте Аллах тәбәрәка тағала бұндай инсанлардың күнәларын кешіреді. Және ораза адамға сабырлы болулыққа үйретеді. Себебі ол бір күн, екі күн емес, бәлкім 30 күнлеп, яғни со бір ай ораза тұтқалығы үшін өзін ұслаулықты, сабырлы болулықты со ораза себеплі үйренеді. Және айтып кететін нәрсе, ораза себеплі инсан мейірімлі болады. Себебі өзіне тоқ, ешқандай өмірдің қиыншылығын көрмеген адам ораза тұтқалығы үшін ашлықтың не екенлігін біледі, қиыншылықтың не екенлігін біледі. Нәтижеде ол бір ай ұсындай қылып ораза тұтқалығы үшін әтрafындағы мүтәж адамлардың жағдайын түсіне бастайды. Һәм қолынан келгенше оларға өздерінің жәрдемлерін, яғни сол жәрдем қолын созып, имканият дәрежесінде оларға ихсаларды қылулыққа әдетленеді. Және оразаның бендеге беретін ең үлкен пайдаларының бірі бұл инсанды ораза тәртіплі болулыққа үйретеді. Себебі ораза тұтқан адам тәртіпсіз өмір кешірмейді. Ораза тұтқан адам таңда мен пәлен уақытта тұруым керек, пәлен уақытта сәхәрлік қылуым керек, пәлен уақытта мен аузымды жауым керек, яки күндізі мынандай нәрселерді істеймен деп тұрып өзінің алдына ережелерді қойып, әмде күн батқан уақытта мен оразамды ашуым керек дегенге ұқсаған күнін тәртіплестіріп алады. Нәтижеде бұл инсан Рамазан таусылғаннан кейін күнін міне осындай қылып режимменен алып баратұғын, яғни сол бір тәртіплі инсанға айланып қалады. Мен жоғарыда айтып кеттік, хақиқатан сол оразаның инсан үшін беретұғын жүде көп пайдалары бар екен. Міне осы пайдалар нәтижесінде біз айтуымыз мүмкін, кім Рамазан айында ораза тұтатуын болса, ол тек жақсылықтарға еріседі. Рамазан айында ораза тұтпай тұрған адамдар көп жақсылықтардан махрум болған инсанға айланып қалады екен. Енді жоғарыдағы сол ораза ибадатының фазилетлері, сауаплары, пайдаларын естіген адам ораза тұтқысы келуі тәбиғи. Енді бірақ ұстаз сондай инсанлар бар, ораза тұтып жүрген уақытта ниетті сәл бөлек қылады. Яғни азу үшін, болмаса жағдай асқазанымды тазалау үшін дейді. Яғни сондай сіз жоғарыда айтып өткен фазилетлерді, сауапларды білмейді, бірақ денеге, организмге деген пайдаларын біледі, ал ниетті сондай қылып қояды. Өз негізінде жоғарыда айттық, оразаның дұрыс болуы үшін шәртлерінің бірі бұл ниет қылулығы керек дедік. Ниетті қылғанда да Рамазан айының оразасын Аллахтың разылығы үшін тұтаман деп ниет қылу керек болады. Егер кімдір міне осындай қылып ниет қылатұғын болса, ол және екінші ниеті, яғни азулық үшін, денсаулығына пайда болулық үшін деген ниетіне де еріседі. Бірақ бірінші нәубетте мен азуым керек, яки денсаулығыма пайда болу керек деген ниетті алдына қойып тұрып ораза тұтатуын болса, бұл онда Аллахтың разылығы үшін болмай қалады. Соның үшін бірінші нәубетте Аллахтың разылығы үшін Рамазан айының оразасын тұттым деп ниет қылады, ал өзінің жаңағы екінші ниетіне де сонда бәрібір еріседі. Демек соның үшін ораза тұтқан адамның демек жүрісі, тұрысы, бір ісі керек болатұғын болса, ұйқысы да ибадат болады. Міне осындай бір үлкен бір дәрежеге ерісуменен біргелікте сол өзінің қалеп атырғандай денсаулығына пайда болулық яки азулық мақсатіне де инсан еріс болуы мүмкін екен.
Мінекей, әзіздер, сіз және жеке өзім ораза ибадаты хақында бір қанша мағлұматларға және фазилетлерін, оның сауапларын, пайдаларын бәрін біліп алдық. Осындай ажайып мағлұматлар үшін ұстаз сізге көп рахмет айтамыз. Және де мінекей, ораза ибадатын тұтып отырған осы Рамазан айында өзін жоғарыда айтып өткендей шахуатынан жеп ішуден тыйып, әртүрлі күнәлардан өзін тыйып, жанын қинап, Алланың разылығы үшін тұтып отырған оразаларыңыз, баршаңыздың оразаларыңыз Алла Тағала дәргайында қабыл болуын тілеп қаламыз. Әзіздер, жақсы күнде, жақсы кайфиятта АТV телеканалында көріскенше, қош, сау, саламат болың.